Жау жүрек мың бала тарихи картинасы арқылы танылған Төлеповтер бүгінде бірі депутат, бірі әнші болып кетті. Алайда актер Артур Төлепов өзін әлі де әнші емес, актер деп санайды. Себебі Артур Төлепов актер. Артур Төлепов актер. Енді бірақ жалпы қазір көбісі бөліп жатады. Күйшілік, әншілік, актерлық тағы да деп. Оның барлығы бір кемеде біте қайнасып жатқан өнер болғандықтан кейін мен оны бөле алмаймын. Бірақ дегенмен оқығаным актер. Бұл жерде мен бұл салада бір қырып жойдым деп ештеңе айта алмаймын. Өйткені мен де тәй-тәй басып келе жатқан актерлардың бірімін. Оқуға жаңағы ордасын кеше ғана бітірген жаспын, сондықтан да үйренетінім көп, көретінім көп, сабақ алатыным көп. Сондықтан да бұл сұрақ жаңағы дұрыс. Бірақ мен өнерде ешқашан бөлмегем. Бір өнер, ол бір кеме, соның ішінде қайнатып жатқан барлығы жалпы бұл өнер. Өнерді бөліп жармаймын деген сері әншілікке бет бұра бастағанын да мойындайды. Енді қатты үйленген жоқпын деген Төреғали Төрәлі сияқты қатты әнші емеспін деп састы Төлепов мырза. Мен енді қатты әнші емеспін. Мен актер болғаннан кейін әншілік енді ол өзім жан дүнием. Бір керемет дүниелер естіп жатсам, сазгерлермен кездесіп, олардың әндерін тыңдап жатсам, бір өзім жаңағы күнде бір ой, мынау хит болу керек деген артынан аңдымаймын. Жалпы жақсы дүние шықса, соны айтуға тырысам. Қатты әнші емеспін деп ақталған Артур Төлепов жаңа әндер жаздырып жатқанға ұқсайды. Көп ұзамай жаңа әндеріммен сүйіншілеп қуантатын боламын деп мақтанып қалды. Қазір таңда 2 әнім жазылып жатыр. Құдай қаласа халыққа осы келесі айдың басында жол тартады. Жаңа әндер жаздырып, қоржынын толтыруға асыққан сері жаңа жылға дейін бірнеше бейнебаяндарға да уәде етіп отыр. Шығармашылығындағы әр жаңалығын Музон арнасымен бөлісемін деген сері тыңдармандарына құлақтандыруда жасап үлгерді. Өзіме биыл негізі сөз берген болатын, жаңа жылға дейін бір 2 бейне клип түсірем деп. Алла тағала сәтін салса, бір реті келсе, онда сүре жатармыз. Енді қазір жазылып жатқан 2 әнде бір бейне клипті сұрайтын әндердің бірі. Құдай қаласа, бейне клиптің де ауылы алыс емес. Актер әрі әнші Артур Төлеповтың шығармашылығында ғана емес, жеке өмірінде де жаңалықтар орын алып, өзгерістер еніп жатқаны белгілі. Құсын қолына қондыруға дайындалып жүрген жігіт жеке өмірін жариялаудан жанкүйерлерін жоғалтып аламын деп қорқатындардың қатарынан емес. Қуаныш көп болсын, Артур мырза.